Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін осындай шарлотка пирогын дайындаймыз. Пирогымыз алмадан жасалады. Осылай биік боп, жұп-жұмсақ боп, үлпілдек боп шығады. Егер қызықтырса, менімен бірге дайындаңыздар. Шаймен ішсеңіздер де өте дәмі керемет боп шығады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды сеуіп, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Осылай аппақ боп көпіреді. Үстіне бөлме температурасындағы тұрған сармайымызды салып араластыратын боламыз. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Разрыхлителімізді салып, миксермен тағы да араластыратын боламыз. Қамырымыз енді теңдей екіге бөліп, жартысын ыдысқа құйып, үстіне алмамызды салып, қалған ыдыстағыны қайта құйып, тегістейтін боламыз. Осылай тегістеп, духовкаға 180 градуста 60 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз осылай пісті. Мен үстіне сахарный пудраны септім. Өте дәмді, керемет боп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.